Қайырлы күн қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Дәмі ерекше болып шығатын самсаның құпия рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Ол үшін бізге ұн қажет болады. Дәміне қарай тұз, бөлме температурасындағы сары майды алып, жақсылап біріктіріп, мыжғылап алатын боламыз. Bir жұмыртқаны да қосып, оны да жақсылап араластырып алыңыздар. Жылы суды құйып, басы біріккенше біріктіріп, иі қанғанша қандырып алыңыздар. Жақсылап илеңіздер 5 минуттай. Мына илеп алдым. Енді пакетке салып, әр жарты сағат сайын 2 немесе 3 реттен басып тұратын боламын. Менің қамырым міне дайын болды. Енді оны екіге бөліп, тағы да біріктіріп, пакетке бір 10-15 минутқа қалдырып қоямын. Өте әдемі болып шықты. Бұл самсаның ерекшелігі іш майды ерітіп, ішіне құятын боламыз. Міне іш майды ерітіп жатырмын. Осылай еріген іш майды құйып алатын боламыз ыдысқа. Енді қамыр жұмсақ болу керек, ұнды көптеу салыңыздар. Осы жұқалап жайып аламыз қамырды. Осылай да жайсаңыздар болады. Өте жұқа болып шығады. Қолымыз көрінетіндей жұп-жұқа етіп жаятын боласыздар. Сіздер де осылай жасап көрсеңіздер болады. Осылай. Енді жаңағы ертілген іш майымызды үстіне құйып, барлық жеріне жағып шығатын боламын. Сосын екінші қамырымызды үстінен оны да жайып, қалған іш майымызды құятын боламыз. Дәмі ерекше болып шығады. Енді осылай жақсылап нығызда орап алыңыздар, қысып тұрып. Сосын бұны пакетке салып, 15 минутқа холодильникке қалдыратын боламын. Жан-жағын қысып алыңыздар. Міне қамырым дайын болды. Енді өзім қалауым бойынша кесетін боламын. Тым үлкен емес, әрі кіші емес етіп кесіп аламын. Енді жұқа да емес, қалың да емес етіп жайып алатын боласыздар. Сәл қаттылау болып шығады, өйткені іш майымыз қаттылау болып қатыңқырап қалды. Ештеңе етпейді ол. Салмасына мен осындай картошка, пияз, фарш, қарабұрыш, тұз пайдаландым. Сіздер өздеріңіз қалай түйе аласыздар, солай түйсеңіздер де бола береді. Мен осылай жасап алдым. Бұл да өте әдемі көрінеді. Кішкене қатты болады, өйткені іш май қатып қалғандықтан ештеңе етпейді. Дәмі ерекше болып шығады басқа самсалардан қарағанда. Енді бұны осылай пешімізге салатын боламыз. Үстіне жұмыртқаны жағып алыңыздар. Сосын қалауларыңыз бойынша үстіне не себесіздер өздеріңіз білесіздер. Мен осындай ақ күнжетті пайдаландым. Сап-сары болып пісіп шықты. 200 градуста қойып қойдым. Әркімнің пеші әртүрлі. Сосын қарап тұрыңыздар болады. Сары әрі дәмді, ауызда еріп кететіндей болып шықты. Сіздер де жасап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Әрі қонақ келгенде столда әдемі көрінеді. Ас болсын, рахмет.